Сәлем көрермендер, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен жаңа жылға топ 3 салат дайындайтын боламыз. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай тауық етін құрғатып аламыз және де оны маринадтауға жібереміз. Ол үшін бізге тұз, қара бұрыш, паприка, ащы бұрыш керек болады. Барлығын мен көз мөлшерінде салдым. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай тауық етін осылайша дайындап алдын ала пісіріп алатын боламын. Жалпы жаңа жылдық топ 3 салатта өте оңай және жылдам және де жеңіл салаттар. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Арнаға тіркеліп, комментария жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Маринадталған тауық еттерін осылайша табада қуырып алатын боламыз, екі жағын қызартып. Және де дайын болған тауық еттерімізді суытып қоятын боламыз. Қалған заттарымызды алдын ала жуып дайындап алатын боламын. Қазір барлығын бейнеде көресіздер. Жалпы жаңа жылда жеңіл, оңай, тез жасалатын жылдам салаттар жақсы, себебі деген көп уақытты алмайды және де жылдам дайындалады. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай салат жапырақтарын осылайша үлкен-үлкен бөліктерге кесіп табағымызға салып аламыз. Бұдан бөлек бұл жерде ысталған тауық еті. Бұл жерде мен ысталған тауық етінің төс етін алам. Жалпы рецепт бойынша бұл жерде аяқ етін алған жақсы. Мен ол аяқ етін таппағасын осы төс етін алдым. Міндетті түрде ысталған немесе копченый дейді ғой, соны аламыз. Осыны да ұзынша қылып кесіп шығатын боламыз. Бұл салатқа қара жүзім қосатын боласыздар. Бұл салаттың ерекшелігі осында, жүзім қосылған салат. Өте керемет және жеңіл салат. Бұл жерде ештеңе қайнатпайсыздар, ештеңе ашымайсыздар, сыртын тазалап. Көп уақыт алмайды. Барлығын тек дүкенден сатып алып, осылай барлығын кесіп, майонез салып араластырасыздар. Бұл салатқа және де қызыл жуа қосылады. Бұл қызыл жуаны тек жартысын ғана қосамыз. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай уақыттап, жіңішкелеп кесіп аласыздар. Егер де қызыл жуаларыңыз ащылау болса, қайнаған суға бір-ақ рет салып алсаңыз, ащысы кетеді. Және де бұл жерде лимон согын, бұл жерде тағы да айтқанымдай, қазір қара жүзім қосатын боламын. Және де майонез салып араластырамыз. Өте оңай, ешқандай уақыт алмайды. Бұл салаттың рецебін маған бір жеңгеміз берген. Егер көріп отырса, сізге рахмет. Бұл салатты мен бірнеше жылдан бері жасап келе жатырмын. Өте керемет салат. Сіздерге де осы салатты жасауға кеңес беремін. Бұл жерде салаттың ерекше дәмін беріп тұрған тұсы жүзім қосылған жері және де ысталған тауық еті мен жүзім, тәтті жүзімнің дәмі екеуі ерекше дәм береді. Жалпы жаңа жылдық салаттардан биыл тауық еті қосылған және балық еті қосылған салаттар хит болады. Сол үшін де мен тауық еті қосылған салаттар жасайтын боламын. Бүгін жасайтын топ 3 салатты да тауық етінен жасаймын. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Және де дайын болған салатымызды ыдыстарымызға салып, дастарханымызға ұсына берсек те болады. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай бұл екінші салат. Екінші салатқа манағы пісіріп алған тауық етіміз керек болады.
Бұл салатта оңай, жеңіл, тек қана пісіретініміз тауық еті. Тауық етін осылай ұзын-ұзын қылып кесіп аламыз. Барлығын бейнеде түсінікті, және де қиярымызды да осылай ұзын-ұзын қылып кесіп алатын боламыз. Бұдан бөлек корейский морковь саламыз, және де укроп, және де бір банка фасоль салатын боламыз. Осының барлығын майонез салып араластырып алатын боламыз. Өте оңай салат, жеңіл, тек барлығын кесіп араластырып дастарханға қойсаңыз болады. Бұдан бөлек, егер өзіңізге ұнаса, сарымсақ қоссаңыз болады. Мен сарымсақ қосқан жоқпын, себебі корейский морковьтың ішінде сарымсақтың дәмі болғасын, мен оны қосқан жоқпын. Егер сізге ұнаса, қоссаңыздар болады. Жалпы бұның рецебін описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Бұл салатта оңай әрі жеңіл салат, көп уақытты алмайды, ерекше салат және де тойымды. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай, ыдысымызға тауық етін, қиярымызды, фасолімізді, корейский морковьімізді және укропымызды, үстіне майонезімізді салып, араластырып, ыдысымызға әдемі тарелкамызге салып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай, мен салатты осындай ыдысқа салдым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі ыдыстарға салсаңыздар болады. Бұл салат жалпы тойымды салат екен. Бізге ұнады, барлығымызға ұнады. Ерекше салат болып болды. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай, біз үшінші салатты жасайтын боламыз. Бұл үшінші салат майонез қосылмайды, өте жеңіл салат. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай, бізге тауық еті керек болады. Тауық етін осылайша 4 бұрыштап кесіп алатын боламыз. Бөлек ыдысқа салып аласыздар. Және де бұл жерде керек болады айсберг капустасы. Айсберг капустасын осылай қолдарыңызбен үзіп кесіп салсаңыздар болады. Айсберг капустасын мен 3-4 жапырағын қолдандым. Егер айсберг жапырағы кішілеу болса, кішкене көбірек алыңыздар. Және де бұл жерде зәйтүн саламыз. Зәйтүнді дәл осылай ортасынан бөліп аласыздар. Мен зәйтүнді 1 банкасын алдым. Зәйтүннің ішінде тасы жоғын алып саласыздар. Және де біз қазір соус дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керек болады сұйық май немесе зәйтүн майы, лимон соғы, секер, тұз, горчица және маринадталған қияр керек болады. Осының барлығын осындай аузы жабылатын ыдысқа салып, қазір барлығын араластырып алатын боламыз. Бұл салаттың ерекшелігі осы соусында. Бұл салатқа ерекше дәм береді. Және де жеңіл салат бұл салат. Ішінде айсберг капустасы болғасын, және де помидор, ауыр ештеңе жоқ бұның ішінде. Майонез ештеңе салынбайды. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай, жаңа айтқан маринадталған қиярымызды осылай уақтап осы банканың ішіне салып араластыратын боласыздар. Мен бұл жерде қиярды сәл көптеу салып жіберіппін. Бірақ сәл қышқылдау дәм болды, бірақ өзімізге ұнады. Сіздерге егер
сәл қышқылдау дәм ұнаса, осылай салсаңыздар болады. Ал егер қатты қышқыл дәм ұнатпасаңыздар, аздау қылып салсаңыздар болады. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай, айсберг капустамыздың үстіне зәйтүнімізді және тауық етімізді және де жаңағы соусымызды салып араластырып аламыз. Осы соусты салып араластырып алғаннан кейін тағы да бұны бөлек қойып қоямыз. Қазір бұның үстіне біз жұмыртқа және де помидор саламыз. Не үшін біз соусты бірінші құйып алдық? Себебі біз қазір жұмыртқа мен помидордың үстіне салған кезімізде жұмыртқаның сарысы сразу езіліп кететін еді. Сол үшін алдын ала бірінші соусты осылай салып аламыз. Үстіне осылай 4 бұрыштап кесілген жұмыртқамызды және де помидорымызды саламыз. Помидорды бұл жерде міндетті түрде ішіндегі соғын алып тастаңыздар. Себебі қатты су шығып кетеді. Жалпы рецепт бойынша бұл жерде черри помидорын қолдану керек. Енді черри помидорын таппағасын мен осындай помидорды қолдандым. Жалпы помидор мен жұмыртқаны ең соңында салыңыздар. Біріншіден помидордың суы шығып кетеді, екіншіден жұмыртқаның сарысы езіліп кетеді. Сол үшін соңында салыңыздар. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай осылай араластырып аламыз. Жұмыртқамыз бен помидорымызды қатты уақтап кеспеңіздер. Бұл салат жеңіл салат. Жалпы бүгін жасалған салаттың барлығы ерекше салаттар. Жеңіл салат және де дайындалуы оңай, жылдам. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Бұл салаттарды жаңа жылдан да бөлек басқа мерекелік күндері де жасасаңыздар да болады. Күнделікті жесеңіздер де болады. Және де арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Бейнені соңына дейін көріп шыққандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.